Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі біздің әңгімеміз байдың нәски деп аталады. Бұл қиссаның басы былай деп басталады. Бірде бір өте бай кісі өлімнің жақындағанын сезінгенде баласының жанына шақыртып алып, балам, мені мазарға шұлығыммен көміңдер деп маңызды өсиетін айтады. Баласы түсінбегенмен жарайды деп қоя салады. Әкесі қолына тағы бір хат береді де, мен өлгеннен кейін бірінші қиналған сәтіңде мына хатты ашып оқы дейді. Оғанда баласы жарайды деп басын бұлғап қала береді. Күндер өтіп, ажалы келген әкесі жан тапсырады. Ал бұл кезде баласын бір ой мазалап жүреді. Мен енді әкемді шұлықтармен бірге қалай көмемін деген ой мазалап кетпейді. Қанша молдаға, имамдарға барып, осыған пәтуа сұрап алдарынан өткенінде барлық имамдар бір ауыздан ондай дінімізде жоқ, шұлықпен адамды жерлей алмаймыз, бұл шариғатымызда жоқ деп жауап береді. Бала шарасыз отырғанда есіне әкесінің бірінші қиналған кезінде ашып оқы деген сөзі еске түседі. Ана берген хатты тауып алады да ашып оқиды. Сөйтсе хатта былай деп жазылған екен: балам, байқағаныңдай мен мұнша бай болсам да өзімен бірге бір шұлықты да алып кете алмадым. Енді қалған өзім ойлан деп жазылған. Сондықтан да ағайын, біз қаншама бай болсақ та, кедей болсақ та, бұл дүниеден өзімізбен бірге еш нәрсені алып кете алмаймыз.